Қайырлы күн баршаларыңызға, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін осындай көк пиязбен хаттама жасайтын боламыз. Ең алдымен суымыздың үстіне бір жұмыртқа, тұзымызды салып араластырып аламыз. Ұнымыздың үстіне суымызды құйып, әбден жақсылап илейміз. Иленген қамырымызды пакетке салып, тынуға қойып қоямыз. Осы уақытта көк пиязымызды турап аламыз. Иіғанған қамырымызды екі бөлікке бөліп, бір бөлігін қойып қоямыз. Екінші бөлігін жаямыз. Чықау болып жайылған қамырымызды видеодағыдай бүктеп бір жерге қойып қоямыз. Екінші қамырымызды жаямыз. Жайылған қамырымыздың үстіне 82% сары майымызды ертіп жағамыз. Барлық жеріне тию керек. Май жағылған қамырымыздың үстіне көк пиязымыздың барлық жеріне сеуіп шығамыз. Барлық жеріне толықтай жету керек. Осы көк пиязымыздың үстіне екінші жайылған қамырымызды жайып, бетіне ертілген сары майымызды жағамыз. Жағып болған соң ұзынша етіп қамырларымызды кесіп шығамыз. Осы кесілген қамырларымызды улитка тәріздес орап шығамыз. Көлемін қатты үлкен қылудың қажеті жоқ, ол қамырларымызды жаямыз. Бізде осында әдемі қамыр шығады, қаттама шығады. Осы көлемде 7-8 қаттама шықты. Қаттама жайылған жері менде түсірілмей қапты. Қаттаманы жайып алып, мен морозильникке сап қоямын, пакетке салып. Морозильниктен шыққан кезде осында қатты болып тұрады, ал 5-10 минут тұрған кейін осылай жұмсарады. Табамызды қойып, майымызды құйып, қыздырып алып, қаттамамызды салып пісіретін боламыз. Қызып тұрған майға қаттамамызды 5-10 минутта екі бет жағын пісіріп аламыз. Бізде осындай әдемі сап-сары қаттамалар шығады. Бізде осындай әдемі қаттамалар шықты. Көк пиясызды жасасаңыздар болады, сырмен де жасауға болады. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.